Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 74-75 бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Weather, ауа райы. Exercise number 16. Look, choose and write, then listen and check. Тапсырма бойынша қара, таңда және жаз. Содан кейін тыңдап, тексер. Бізде бірнеше суреттер берілген, бұл ауа райының құбылмалы түрлері. Енді біз сол суреттерге арнайы сөздерді жазып шығуымыз қажет. Қай ауа райға қай сөз жатады, соны жазамыз. Бұл тапсырманы орындамас бұрын ең алдымен сөздердің аудармасын білейік. Flood, су тасқыны, storm, дауыл, avalanche, тау көшкіні, tornado, қатты құйын, hail, бұршақ, thunder and lightning, күннің күркіреуі және найзағай. Енді 16-шы жаттығуды орындаймыз. Суретіне қараймыз. Бұл жақта thunder and lightning болады. Бұл күн күркіреу және найзағай. Суретіне қараймыз. Бұл бізде тау көшкіні, avalanche. Суретіне қараймыз. Storm, дауыл. Суретіне қараймыз. Flood, су тасқыны. Суретіне қараймыз. Hail, бұршақ. Суретіне қараймыз. Tornado, қатты құйын. Exercise number 17. Match the short dialogues to some of the words in exercise 16. Бұл жерде 1-4-ке дейін мәтіндер берілген. Сол мәтіндерді оқу арқылы 16-шы жаттығудағы көрсетілген ауа райының құбылыстарын жазуымыз қажет. Мысалы, біріншісі What was that light and noise? Бұл жарық пен шу не болды? Жауап беріп жатыр. Don't worry, dear. Go back to sleep. Уайымдама, қымбаттым, ұйқыға бара бер. Жарық пен шу бұл бізде суретіндегі көрсетілген ауа райы құбылысы. Бұл яғни күннің күркіреуі және найзағай. Thundering and lightning. Екіншісі We couldn't get out of the house. Біз үйден шыға алмадық. Why not? Неге шыға алмадың? There was water everywhere. Барлық жерде су болды. Бұл бізде суретіндегі ауа райы құбылысы. Flood, су тасқыны. Үшінші әңгіме. What did you see? Сен не көрдің? Жауап беріп жатыр. I saw a big ball of snow rolling down the mountain. Мен таудан төмен қарай домалап келе жатқан қарды көрдім. Бұл бізде суретіндегі құбылыс. Тау көшкіні. Avalanche. Төртінші. And then what happened? Сосын не болды? Жауап беріп жатыр. Small balls of ice fell from the sky. Кішкентай мұз шарлары аспаннан құлады. Бұл бізде суретіндегі ауа райының құбылысы. Бұл ауа райы hail, бұршақ. Study spot. Бұл яғни ереже. Біріншісі, Can you open the window, please? Өтінемін, терезені аша аласыз ба? It's hot in here. Бұл жерде ыстық. Келесі мысал. Can I use your phone? Мен сіздің телефоныңызды ала аламын ба? Yes, you can. Я ала аласың. No, you can't. Жоқ, аламайсың. Can дегеніміз істей аласың ба? Істей аламын деген мағынаны білдіреді. Мысалы, Can I help you? Мен саған көмектесе аламын ба? I can help you. Мен саған көмектесе аламын. I cannot help you. Мен саған көмектесе алмаймын. Байқасаңыздар, can'ді біз біреуден көмек сұрағанда өзіміз істей алатын кезде айтамыз. Exercise 18. Make sentences. Сөйлемдерді құрастыр. Бірінші мысал, House, can, you, stay, we, at деген сөздер берілген. Сол сөздерден біз сөйлем құраймыз. Can we stay at your house? Сенің үйінде тұра аламыз ба дейді. Our house is full of water after the flood. Су тасқыннан кейін үйіміз суға толы. Сол себептен сенің үйінде қала аламыз ба деп сұрап тұр. Екінші сөйлем. Email you and can send for me please деген сөздер берілген. Сөйлем құраймыз. Can you send for me an email please? Маған электрондық хат жібере аласың ба? We haven't got electricity at home after the tornado. Қатты құйыннан кейін үйде электроэнергиясы жоқ. Үшіншісі, Can you close all the windows, please?
Барлық терезелерді жауып тастай аласың ба дейді. I'm afraid of thunder and lightning. Мен найзағай мен күн күркеуден қорқамын. Төртінші. Can we leave early? Біз ерте кете аламыз ба? There is a storm coming. Дауыл басталайын деп жатыр. Exercise 19. Complete then act out. Толықтыр, одан кейін әрекет етіңіз дейді. Бірінші мысал. Can I go skiing at the weekend, Dad? Демалыс күндері шаңғы тепуге болады ма, әке? No, you can't. There was an avalanche in that area this morning. Жоқ, болмайды, бүгін сол аймақта қар көшкіні болды. Екінші сөйлем. Miss, can I leave early? Ханым, ерте кетсем болады ма? Жауап беріп жатыр, but only if the rain stops. Бірақ жаңбыр тоқтаса ғана. Енді біз бос орынға жауабын жазамыз. Бұл жерге біз yes you can, but only if the rain stops. Я кете аласың, егер жаңбыр тоқтаса ғана. Келесі үшінші сөйлем. Mom, can I go out tonight? Мама, мен бүгін кешке шыға аламын ба дейді. No, you can't. It's snowing. The roads are dangerous. Жоқ, шыға алмайсың, қар жауып тұр, жолдар қауіпті. Төртіншісі. Can I stay in the tree house? Мен ағаш үйде тұра аламын ба? No, you can't. There is thunder and lightning outside. Жоқ, тұра алмайсың, далада найзағай ұрып, күн күркіреп. Exercise number 20. What does the teacher have the children do when there is a fire drill? Listen and number, then say. Өрт сөндіру жаттығуы болған кезде мұғалім балаларға не істеуді тапсырады? Тыңда және де номерле, одан кейін айт. A. Walk to the main door. Негізгі есікке дейін серуендеу. B-ға 4 деген цифраны жазамыз. Тыныш күтіңіз. C. Walk outside in a line. Кездесу орнына барыңыз. 2. D-ға go to the meeting point. 3 деген санды жазамыз. Онда бізде A, C, B, D. Екінші, the teacher has the children walk outside in a line. Үшінші, the teacher has the children go to the meeting point. Төртінші, the teacher has the children wait quietly.